Осы Сарыағаш медресесіне келгендегі мақсатымыз біздің осы қазақтың ислам өркениеті мен мәдениетімен танысу үшін келдік. Осы жердегі ұстаздардан өзімізге керекті дәрістерді алып жатырмыз. Өте керемет әсер болып жатыр. Енді адамның рухани азығын сондай бір байытатын, рухани азығына бір нәр беретіндей, адамды бір ойландыратындай, адамның дүниеден гөрі бір ақыретке деген адамның сүйіспеншілігін арттыратындай бір әсерін беріп жатыр. Жалпы Сарыағаш медресесіне осы экскурсия сапарымен жалпы алғаш келуім. Бұл медресеге біздер түнгі уақытта түскенбіз. Алыстан бұл көз тартып, осы Сарыағаш ауданына жалпы үлкен бір көрік сән беріп тұрды. Енді келіп танысқаннан кейін бұл медресенің шәкірттердің көптігін көріп біз қуанып жатырмыз. Оның сыртында осы бірнеше уақыттарда ашылған осы мешіт сәулеттерімен танысып, жаңағы қазақтың құндылықтарымен танысып жатырмыз. Бізге қатты ұнаған нәрсе бұл жердегі жаңағы оның сәулетіменен, оның жаңағы дизайны және әрбірі сол қазақи құндылықта, нақышта және де сол бұрынғы біздің ата дәстүріміздің, салт дәстүріміздегі сол баяғы мешіт сол қалпында, сондай қалыпта салынған қатты ұнады. Біз естідік бұрын соңды бір медреседе бұндай кішкентай неден басталды. Қазір міне қанша жыл өтті, қарқынды дамуда. Осы қазақ, осы Сарыағаш ауданына жалпы шетелден келетін қонақтар үшін бұл жер үлкен бір рухани болсын, жаңағы демалыс орны болсын, сондай болатында нақ сенімдіміз. Сарыағаш медресесі балаларға білім беріп қана қоймай, қазақ руханиятын дамытуға үлкен үлес қосып жатыр. Осы жерден үлкен әсер алдық. Және де осы балалармен, шәкірттермен танысу арқылы, ұстаздармен танысу арқылы, олардан сабақ алумен қатар қазақ руханиятына сапар шеккеніміздей болды. Өйткені Сарыағаш медресесін аралап, онымен танысу, қазақ руханиятымен танысу деп білемін. Біз Алла қаласа келесі жылда, одан кейін де осы сапарымыз арқылы барлығына айтып, қайтадан келуге үмітіміз бар.